Атаға бір нәрсе берген. Ал ешкімде жоқ. Ата уылға дуа қылса, Аллах Таала пардасыз қабыл қылады. Ошоны атаға берген. Егер улынан наразы болса, етегі көчігіне жетпей өтеді ал бала. Президент болса да. Улына разы болса, ата, ал кедей болса да бақтылы жашап өтеді. Мен мына біздің қырғыздың қайрадан намазға қайтып, қайрадан динменен жашап атқанын айтамын. Аталар дуа қылған екен бізге. Bir кезде, деп айтам. Бұл уыл болды да, атасының дуасын алып қалбаса, бұл бақытсыздық. Ошондуктан атасы тирүүлөргө ошону көрөр замат чуркасын атасына. Көрөр замат чуркасын. Видеону өчүрбөй туруп чуркасын. Өзү биякта ресторан тандап тамак жейт, атасынын балким жерге кепчи жоктур. Айылда. Балким ал муктаждыр. Ата уулга муктаж болот экен. Мен азыр ушуну сезип атам. Өзү да күлүү күчтүү турган менен уулга муктаж болот экен. Мына Мыктыбектин арманы. Демек атам мага муктаж болгон турбайбы? А мен атам жайында колунда бар, мүмкүнчүлүгү бар, иштеп жүрөт деп жүрө бердим да. Көрсө муктаж болот экен. Бирок аны айтпайт экен бул. Ата деген ушундай, айтпайт экен. Аны мага окшогон кашеки уулдар сезбей калат экен. Не бир сезимтал болуш керек, ата муктаж болуп атканын, уулуна муктаж болуп атканын сезген. Сезбесеңер мага окшогон кашеки болсоңуздар да, мен сөзүм ишениңиздер, барыңыздар, атаңыздар муктаж кадыр. Ата жаш болса да, кар болса да муктаж. Барыш керек. Бул дүнүйө бизге чейин болгон, бизден кийин да болот. Ата болбойт. Ата жок. Насихатым ушул.